Құрметсіздерме оқушылар. Отырыңыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы «Білімім отаныма» деп аталады. Халық қаһарманы, жазушы ұлы тұлғамыз Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, отанды сүю отбасынан басталады. Балалар, сендерге маңызды бір сұрағым бар. Патриот дегеніміз не? Қалай ойлайсыңдар? Отанға қызмет ету. Рәміздерімізді құрметтеу. Өз ана тілімізбен мақтану. Өз тарихын білу және құрметтеу. Еліңе адал болу. Елімізді көркейту. Жарайсыңдар балалар. Сәтемір, сен неге ойыңды айтпадың? Мұғалім, мен білмеймін. Неге білмейміз? Патриот болу дегеніміздің не екенін білмесек, ұят болады. Келесі сабақта осы сұрақтың жауабын біліп келіңіз. Тынышталамыз балалар. Айтпақшы Сәтемір, кешегі сұрақтың жауабын біліп келдіңіз бе? Патриот болу, ол мен сияқты болу. Қызық екен. Бұндай шешімге қалай келдіңіз? Кеше мен... Әкеңіз, көмектесіп жүрейін. Ой, рахмет балам. Өркенің өссін. Жұмысқа да жарап қапсын. Әке, сізге сұрақ қойсам бола ма? Ал, қоя ғой балам. Әке, осы патриот дегеніміз не? Патриот болу дегеніміз ол өз отбасына көмектесу. А? Яғни сен сияқты болу балам. Әкеңіз, апа, көмектесіп жүрейін. Ой, айналайын, рахмет балам. Апа, сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Ал балам, айта ғой. Патриот дегеніміз не? Үлкендерге көмектесу ғой балам. Не дейсіз? Патриот деген сен сияқты болу деймін балам, айналайын. Саламатсыз, апа. Саламатсыз балам. Апа, сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Әрине қоя ғой балам. Апа, осы патриот дегеніміз не? Патриот болу дегеніміз табиғатты аялау. Сен сияқты болу балам. Мен сияқты болу. Сонда мұғалім, патриот болу деген, ол мен сияқты болу екен. Сонда мұғалім, Сәтемірдің айтқаны дұрыс па? Иә, балалар. Патриот болу, ол Сәтемір сияқты болу.